Шашымды қарай қылып қиғым келіп жүр ғой, прям жазылып қойғым келеді. Bir жағынан біртүрлі іштегі бір сезімдер бар, қорқынышты да. Қыздың шашы ұзын болу керек, қиюға болмайды деген сияқты. Бұрын папам ұрсатын, неге қиып тастадың шашыңды депті. Енді білмеймін, ойланып жүрмін. Алдында бір қыз айтады ғой, шашыңызды қалай тез өсірдіңіз, маған осындай тез өсетін комплекс бар ма, не ішіп жүрсіз деген сияқты. Әрине біздің Forever интернет дүкенінің Натурмин, Daily, коллаген и плюс ягодный нектар менің әрдайым үзбей қолданатын интернет-магазиніндегі витаминдер и плюс уход, біздің шампунь мен кондиционер. Негізі шашты өсіру үшін өте керемет жұмыс жасайтын сол минералдар екен да. Егер бізде минералдар жиынтығы дұрыс емес болса, біздің қалғанша безіміз, шашымыз, тырнағымыз ол кәдімгі фундамент та, соның әсерінен әлсіз болып қалады да. Сол үшін минералдарды тоже игнор жасамаңыздар. Тек қана витамин деп жүгірмей, плюс минералдардың да нормаларын алып келу керек. Плюс еще в основном көбінде баланы 5-6 ай емізіп жүрген қыз келіншектерде тоже минералдардың барлығы сүтке кетіп қалады да. И плюс во время беременности балаға кетеді, во время кормления сүтке кетеді, и мамашыда ештеңе қалмай қалады. Тіс басталады крошиться етіп, тырнақ басталады слоиться етіп, шаш басталады жаңағыдай түсіп деген сияқты. Сол үшін минералдардың жиынтығы өте күшті. Сондықтан да қорықпаймын да, шашым өспей қалады, қалай ол деген сияқты. Спокойно қиғым келеді. Енді бұйыртса 2 июльге жазыламын ба деп отырмын, қысқа қиып тастауға. Не істеймін?